Бәріңізге сәлем. Бүгін бізде өте оңай пирог болады. Бізге керегі айран және де сода. Жақсылап араластырамыз. Кішкене көтеріледі. Одан соң жұмыртқамызды, сұйық май және де қантымызды саламыз. Кішкене тұз. Енді жақсылап араластырамыз барлығын. Араластырып болғаннан соң ұнымызды саламыз. Және де какао 3 қасық. Енді жақсылап бір келкіл қылып араластырып аламыз барлығын. Осындай сұйықтығы болады. Және де формамызға құямыз. 180 градуста 10 минут пісіреміз. Міне 10 минутта пісіп шықты. Бетіне қалауыңызша начинка жақсаңыз болады. Шоколад немесе сахарная пудра сепсеңіз болады. Мен шоколад жақтым және де бетіне үгітілген шоколад. Өте дәмді болып шығады, жасап көріңіз, өкінбейсіз. Астына описанияға қалдырып кетемін, қанша грамм қосу керек екенін. Егер де видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.